оның алдында мешіт осы Дюшан алдында мешіт болды ғой деген да. Мешіттің алдында жеке тұрғын үй болды. Контора болды бірінің алдында жеке үй болды. Қазір көріп тұрмыз, ол станцияға сай келмейді. Бірақ қазір ойлап отырмыз, биылдан бастап оны жобалық сметалық құжаттар дайындауымыз керек. Оған қаражат іздейміз. Қазір деген осы меморандумға мына берілген Қазпроммен меморандумға болса, содан бір қаражат сұрағым келіп отыр. Не болса, осы берсеңіз, ертең осыны меморандумға кіргізіп, біздер деген сол жүрсам деген жобалық сметалық құжаттар, даже если қаражат берсе бастап кетуге қажет, соған көмектесуге көрсетеміз деген. Жобалық сметалық құжаттың құны қанша тұрады? Ну, где-то айтайын, 1 миллион, 2 миллиондай болады, 1-2 миллиондай. 6 жылдың ішінде сонда ауылдан 2 миллион ақша таба алмай ма? Одан да нелер жұмыстар болды ғой біздер істеп жүрміз. Жоқ, түсінікті ғой енді. Жоқ, қазір сұрақ қойылды, нақты сұрақ. Дұрыс сұрақ қойылды. Ғимаратты жөндеу керек, жаңа ғимарат керек деп. Сіз айтасыз, соған жаңағы несін сметалық жобасын дайындау үшін қаржы керек дейсіз. Мен сізге сұрақ қойдым. 2 миллион теңге дейсіз. Енді осы уақытқа дейін соның жобасын жасап, облысқа ұсынуға болады ғой. Егер сіз оның жобасын жасамасаңыз, облысқа ұсынбасаңыз, облыс оған қайдан қаржы бөледі? Бұл елінен қырамтау ғой енді. Бұл ырғыз емес, шалқар емес, түгі жоқ. Бірде мәшке бұл, бұлай айтайын, біздер мәшке бұл. Мына біздерде қаражат неге жоқ дейміз деген. Біздер, мына бізге қарағанда дотационный райондар өте жақсы тұрады. Біздер жыл сайын деген тиын іздеп кетеміз. Біздер мына биыл 1 миллиард 460 не тұр. Бюджет развития бізде жоқ. Бізде қаяқтан іздейміз деген. Мына істейтін жұмыстарымызда былтыр уже 3-4 жылдан бері деген жұмыс істеп жүрміз. Аязбай тұратыр. Оны сен басқа біреу айтасың. Сен оны маған айтпа. Мен оны кішкене білем. Не құрам көбірек салық жинасаң бірінші ақша болады. Екіншіден, қаржының қосымша көздерін іздеу керек. Осындағы отырған кәсіпорындармен жұмыс жасау керек. Мен айттым ғой сіздерге. Мемлекеттік кәсіпкерлік серіктестік деген бар. Демеуші деген бар. Туған елге тағзым деген акция бар. Тағы да толып отқандар бар, соны жұмыс жасау керек. Оның жұмысы жоқ, одан кейін әрине бір жақсы сылтау бар. Вот біз ақша жинаймыз, соның бәлен-байын облыс алады, азғанасы бізге қалады деп. Ол дұрыс емес.